Сөз депутат Ерубаев Серик Сәрсенұлына беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мадеқызы. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министр Бектеновке. Қазақстанның Евразия құрлығының дәл ортасында орналасуы халықаралық транзиттік тасымалдарды дамыту үшін зор әлеует қалыптастырады. Тарихи тұрғынан алғанда қазақ даласы арқылы көне керуен жолдары, соның ішінде ұлы жібек жолы өткен. Бүгінгі жағдайда Қазақстан транзиттік ағындар есебінен миллиардтаған доллар табыс табатын ірі логистикалық хабқа айналуы тиіс. Қолда бар ақпаратқа сәйкес, халықаралық жүк тасымалы нарығында отандық кәсіпкерлердің үлесі соңғы 3 жылда 30%-дан 51%-ға өскен. Дегенмен, бұл жағдайға қуануға асықпайық. 2022 жылдан бастап халықаралық автотасымал саласындағы ірі шетелдік компаниялар елімізде жаппай заңды тұлғаларды тіркеп, қазақстандық тасымалдаушыларға арналған квоталарға, лицензияларға және жеңілдіктерге қол жеткізе бастады. Бұл компаниялар көбіне шетелдік көлік құралдарын, шетелдік капиталды, шетелдік персоналды сақтай отырып, іс жүзінде сырттан басқарылады. Олар халықаралық тасымалдаушылар ретінде қосымша құн салығынан босатылып, 2022 жылғы үкіметтің 502 қаулысымен реалокациялық компанияларға сәйкес утиль сбордан төлемақысынан да босатылған. Сонымен қатар, салық кодексіне де өзгерістер енгізіліп, 2028 жылдың 1 қаңтарына дейін тягачтарды бастапқы тіркеу үшін 0-дік мөлшерлеме ставкасын белгіленген. Одан басқа, Қазақстанда тіркелген шетелдік жүк көліктері Қазақстан резиденттеріне берілген мемлекеттік тіркеу ақ нөмірлерін және халықаралық автомобиль тасымалдарына рұқсат куәліктерін алып, Еуропаға тасымал жүргізіп, шын мәнінде өз мемлекеттерінің мүддесін жүзеге асырып отыр. Заңдылығында көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу және есепке алу қағидаларының 36 тармағына сәйкес, Қазақстан аумағында тіркелген шетелдік қатысуы бар компаниялардың көлік құралдарына М немесе H сериялы сары нөмірлер беруі тиіс. Десек те, бұл релокациялық компаниялардың көліктеріне түсініксіз себеппен бір және бір типіндегі қазақстандық мемлекеттік тіркеу нөмірлері берілген. Нәтижесінде мемлекеттік органдардың белсенді қатысуымен ауқымды ресурстық базасы бар шетелдік ірі компаниялардың қысымымен, әсіресе көршілес елдердің, отандық кәсіпкерлер халықаралық тасымал нарығынан ығыстырылып жатыр. Бұл мәселемен бізге қазақстандық кәсіпкерлер, оның ішінде республикалық жүргізушілер мен жүк көлігі иелері қауымдастығы жүгінген болатын. Олардың деректеріне сүйенсек, елімізде халықаралық автотасымалдардағы релокациялық компаниялардың үлесі 75%-дан асады. Және үкімет еш әрекет жасамаса, жақын арада бұл нарықтың шетелдік компаниялары 100%-ға дейін иеленіп алады. Айта кету керек, Ақ жол фракциясы 2022 жылы бұл проблема әлі айқын болмаған кездің өзінде халықаралық автотасымалдар нарығындағы экспансияға қатысты депутаттық сауал жолдаған болатын. Сол кезде біз шұғыл түрде шетелдік компаниялар қызметін реттейтін және ұлттық экономикалық мүдделерді қорғайтын шараларды әзірлеуді ұсынғанбыз. Алайда өткен 3 жыл ішінде мемлекеттік органдар тарапынан қажетті шаралар қабылдамағандықтан халықаралық тасымалдар нарығының толық айырылып қалу қаупі туындап тұр. Бұл өз кезегінде ұлттық қауіпсіздік шараларын қабылдауға қажет етуі мүмкін. Осыған байланысты Ақ жол фракциясы келесін ұсынады. Бірінші, Қазақстанда тіркелген шетелдік көлік компанияларының заңнама тарапынан орындалуын, капитал айналымын, түпкілікті бенефициарды, персонал құрамы және басқару органдарын айқындау мәселесіне кешенді тексеру жүргізілсін. Екінші, шетелдік компаниялар тарапынан орын алып отырған әділетсіз бәсекелікті болдырмау мақсатында кәсіпкердің тіркеу нөмірлерін, көліктерін тіркеу нөмірлерін, халықаралық тасымалға рұқсат көліктерін беру және квоталарды бөлу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге өзгертулер енгізілсін. Үшінші, отандық тасымалдаушыларға арналған жеңілдіктерді қазақстандық резиденттер атынан пайдаланылатын шетелдік қатысуы бар компанияларға шектеулер енгізетін шаралар қабылдансын. Рахмет, құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары Ерубаев, Перуашев, Еспаева, Барлыбаев, Иса, Бейсенбаев.